Небәрі жарты-ақ сағатта дайын болатын өте оңай әрі дәмді Kinder Delice тортын дайындайтын боламыз. Кремі қайнатпалы болғандықтан жүрекке тимейді, әрі бір жеген адамды өзіне ғашық ететін торт. Сондықтан менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм сүтімізді құйып, 2 жұмыртқа саламыз. Және шекер, жүгері крахмалы және ванилин қосатын боламыз. Барлығы біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Достар, егер сіздерге менің каналым қызықты болса, видеома лайк басып, комментарий қалдырып, подписка батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді газға ыдысымызды қойып, осы сүтті массамызды құямыз. Газдың астын жағып, орташа отта осылай қоюланғанша араластырып тұрамыз. Газдан алшақ кетіп қалуға болмайды, бұл кремді үзбей араластырып тұру керек, әйтпесе асты қоюланып, күйіп кетуі мүмкін. Осылай бетіне көпіршіктер шығып қоюланғаннан кейін астын өшіріп, кремімізді толықтай суытып аламыз. Бізде осындай өте нәзік әрі жұмсақ крем пайда болады. Енді торт жасайтын формамызды алып, ішіне дайын печеньелерімізді қойып шығамыз. Менде осындай шоколадты крекер печенье. Печеньеміздің үстіне 5-6 ас қасық кремімізден салып, тегістеп жағып отырамыз. Содан соң үстіне тағы да печеньелерімізді қоямыз. Бізде 3 қабат печенье болу керек.
Ең соңғы бетіне жағылған кремді тегістеп әдемілеп жағуға тырысамыз, себебі қазір бетіне шоколад құйған кезде теп-тегіс әдемі болып көріну үшін. Кремін жағып болған соң бетіне пищевой пленкамызды орап, тоңазытқышқа 15 минутқа салып аламыз. Торттың бетіне мен осындай сүтті шоколадты пайдаландым. Ең алдымен шоколадымызды микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Содан соң үстіне сұйық май құйып, екеуін бірге араластырамыз. Тоңазытқыштан тортымызды алып, бетіне шоколадты құйып шығамыз. Осылай ыдысты қолымызбен қозғалтатын болсақ, шоколад өзі бір тегіс болып әдемі жайылады. Шоколадымыз қатқанша 15 минутқа тоңазытқышқа тағы да салып аламыз. Шоколадымыз толығымен қатты, енді тортымызды кесіп жей берсек болады. Торт өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап, жақындарыңызды қуантып, дәмін көріңіздер.